Маймыл су ішіп жатқанда кейіп танытты, бірақ шын мәнінде оның көздері басқа жерде. Бір сәтте судың астынан баяу бір толқын пайда болды. Ұрыс даласында ұзақ уақыт болған Кинг-Конг бірден бір нәрсенің дұрыс емес екенін байқады. Ол артына қарағанда терең су айдынынан шыққан алып айдаһарды байқады. Айдаһар Кинг-Конгқа қарай ұмтылып, толассыз шабуыл жасады. Кішкентай маймыл дереу жағаға қарай қашты. Ол Кинг-Конгты осылай өлтіремін деп ойлады. Бірақ Кинг-Конг джунглидің патшасы болған. Тіпті 18 аяғы бар алып 8 аяқтың өзі оған тең келмеген. Ал айдаһар мүлдем оған қарсылас емес. Келесі сәтте ауада кенеттен балта жарқ етті. Ол қашып бара жатқан маймылды бір соққымен жерге құлатты. Артынша жерде айдаһардың басы домалап жатты. Кинг-Конг мүлдем кек сақтамады. Оның орнына айдаһардың бір бөлігін жұлып алып маймылмен бөлісті. Себебі Кинг-Конг соғыс, өлім дегеннен шаршаған. Ол енді өзінің жоғалып кеткен туыстарын тапқысы келеді. Маймылдың жетелеуімен Кинг-Конг өзінің ежелгі мекеніне жетті. Ол өз көзіне өзі сенбеді. Бір кездері джунглидің қожайындары болған алыптар енді құл секілді жұмыс жасап жүр. Кинг-Конг ашуға мініп, кенеттен маймылдардың арасына баса көктеп кіреді. Ол өзінің туыстарын қорлап жүрген бақылаушыны бір соққымен құлатып тастады. Ал одан кейін маймылдардың